Бәріне сәлем, менің есімім Қайырлан. Бүгін біз өтетін видео сабағымыздың тақырыбы 3D принтер және жылдам пернелер. Бірінші айтып кететініміз бұл 3D принтерлер, яғни кіріспе. 3D принтер бұл объектілерді үш өлшемді түрде басып шығаратын құрылғы. Ол цифрлық модельді нақты физикалық объектіге айналдыру жүзеге асырады, яғни қабат-қабат құрылыс принципімен жұмыс істейді. 3D принтерлердің қолдану аясы өте кең және олардың әртүрлі түрлері мен технологиялары бар. Енді 3D принтердің тарихына келетін болсақ, оның пайда болуы негізі 1980 жылы қаланды. Сол кезінде алғашқы идеялар мен ғылыми жұмыстар қолға алынды. 1981 жылы америкалық инженер Чак Халл алғаш рет стереотелеграфия SLA деп аталатын 3D басып шығару технологиясы негізін қалады. Ол бұл технологияны патентті және 1984 жылы осыған байланысты стереолитографи аппаратус атты алғашқы 3D принтерін жасап шығарды. Бұл принтер сәулеленген лазермен сұйық фотоэлементтерді қатайтып, қабаттап объекті құрайтын еді. Және 1984 жылы Чак Халл стереография патентін алады. Бұл маңызды қадам 3D принтерін басып шығару технологиясының алғашқы коммерциялық қолданылымдарына жол ашты. 1986 жылы Чак Халл 3D принтердің алғашқы коммерциялық үлгісін жасады және оны SLA-1 деп атаған болатын. Бұл 3D принтерлермен кәсіби салаларда, мысалы прототип жасау мен дизайнда қолданылды. Енді оның жұмыс принциптерін өтетін болсақ, 3D принтер негізін қосу немесе қабаттау технологиясы негізделген. Бұл принцип бойынша принтер белгілі бір материалды қабаттап, оның үстіне тағы да бір қабат салынатын модельді құрады. Бұл процесс жалғасып, толық объекті шығарады. Келесі оның түрлері. Біріншісі бұл FDM, Fused Dispersion Modeling. Бұл технологиялар пластикалық материалмен PLA ABS балқытылып, принтердің экструдерінің жұқа қабатпен шығарылады. Бұл ең кең тараған және ең қолжетімді 3D принтердің түрі. Келесісі бұл SLA, Stereolithography. Бұл принтерлерде арнайы смала пайдаланылады. Жарық сәулесі арқылы смала қатайып, қабаттап пішінделеді. Нәтижесінде жоғары сапалы және нәзік бөлшектер шығады, бірақ бұл принтерлер әдетте қымбат болып келеді. Үшіншісі бұл SLS, Selective Laser Sintering. Бұл технологияда ұнтақ түріндегі материалдар, яғни пластик, металл, лазермен пісіледі. Нәтижесінде өте мықты және төзімді бөлшектер пайда болады, бірақ бұл принтерлердің өте қымбат болып келеді. Және келесі бұл 3D принтердің қолданатын материалдары. 3D принтер әртүрлі материалдармен жұмыс істей алады. Оның ішінде PLA, пластик оксид, экологиялық таза, термопластик және бастаушы үшін қолайлы болып келеді. Келесі бұл ABS, күшті ұзаққа төзімді, бірақ зиянды газдар шығаруы мүмкін. Келесі бұл смала, SLA. Принтерлерінде қолданылатын материал өте жоғары, сапалы бөлшектер алу үшін. Нейлон, металл тұтынушыларға арналған жоғары бағалы принтерлерге болып келеді бұндай материалдар. Келесі бұл 3D принтердің қолданылуын келетін болсақ, 3D принтерлер қазіргі заманғы технологиялардың маңызды бөлігіне айналып, әртүрлі салаларда қолданылып келеді. Олардың қолданылу саласы кеңейіп, күннен күнге жаңа мүмкіндіктер пайда болуда. Мұнда 3D принтердің негізгі қолдану салаларын толығырақ қарастырамыз. Яғни 3D принтердің қолданатын саласының бірі бұл медицина болып келеді.
3D принтерлер медицина саласында үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Олар науқастарға қызмет көрсету, протездер мен импланттарды жасау саласында кеңінен қолданылады. Және жасанды ағзалар мен импланттарды 3D принтерлер әртүрлі органның бөліктерін, соның ішінде жүрек клапандары мен қан тамырларын, сүйектерді, буындарды басып шығару үшін қолданылуда. Бұл әдіс ауруларды емдеуге немесе қалпына келтіруге мүмкіндік береді. 3D принтерлердің арзан әрі нақты өлшемдер бойынша жасалған протездерді өндіруге мүмкіндік береді. Олар пациенттің қажеттілігіне дәл сәйкес келеді және дәстүрлі протездерге қарағанда ыңғайлы әлі қолайлы болуы мүмкін. Келесі бұл 3D принтер медицинада құрал жабдықтар ретінде қолданылу, яғни операцияларды орындау үшін қажетті құрал жабдықтар мен хирургиялық құралдарды басып шығару. Мысалы, дәрігерлер операция барысында нақты қажет құралдарды дереу жасап шығара алады. Және де тағы айта кететін бұл құлаққаптар мен арнайы медициналық құрылғылар, есту аппараты сияқты жеке тұлғаға бейімделген құрылғыларды өндіруге қолданылады. Келесі бұл жылдам пернелер. Біріншіден, жылдам пернелер дегеніміз не? Жылдам пернелер бұл компьютердің жұмысын жылдамдату үшін арнайы тағайындалған пернелер, немесе перне тіркестері. Олар белгілі бір әрекетті орындау үшін пернелер комбинациясын басуды қажет етеді. Мысалы, мәтін көшіру, қою, сақтап қою сияқты операциялар жылдам пернелер арқылы жылдам жасалады. Компьютерде жұмысты жеңілдету. Яғни жылдам пернелердің ең басты нәрсесі бұл компьютердегі жұмысты жеңілдету болып келеді. Бұл уақыт үнемдеуге және жұмыс процесін оңтайландыруға көмектеседі. Олардың көмегімен сіз әртүрлі тапсырмаларды тез орындап, ыңғайлы әрі жылдам жұмыс істей аласыз. Олар әсіресе көп тапсырма орындау кезінде өте тиімді болып келеді. Енді мен сіздерге жылдам пернелердің түрлерін көрсетіп кететін боламын. Яғни біріншісі бұл бізде Windows жүйесіндегі негізгі пернелер, яғни Windows'тың компьютердің өзінің негізгі жылдам пернелері болып келетін. Бұл сіздер көріп тұрғаныңыздай Ctrl-C, яғни қарапайым Ctrl-C көшу, Ctrl-V қою, Ctrl-X қиып алу деген жылдам пернелер болып келеді. Келесі бұл және Mac жүйесіндегі пернелер. Mac жүйесіндегі жылдам пернелер Windows жүйесінен ұқсас, бірақ кейбір ерекшеліктері бар. Мысалға, Ctrl-ның орнына Command деген клавиш бар. Яғни жаңағыдай Command плюс S көшіру болып келеді, Command плюс V қою болып келеді. Яғни бәрі сондай болып келеді. Келесі Microsoft Word'ың енді әр приложенияның өзінің, әр сайттың, әр қосымшаның өзінің жылдам пернелері болып келеді. Оның бірі Microsoft Word үшін пернелер, яғни бұл сіздерге реферат ретінде или өзіңізге ыңғайлы бір ақпарат жұмыс орнына резюме жасаған кезде өте қолайлы болып келетін нәрселері. Міне алдарыңыз көріп тұрғандай бұл Ctrl плюс B, яғни қалың, Ctrl плюс I көлбеу, Ctrl плюс I астын сызу дегендей. Және келесі Microsoft PowerPoint үшін пернелер. Келесі Google Chrome үшін пернелер, яғни басқа сайттың, платформаның өзінің ерекше нелер болып жылдам пернелері. Сонымен қатар Photoshop графикамен жұмыс істеуге арналған жылдам пернелер. Программистерге арналған пернелер, яғни әр компьютерлік кодтың өзінің жылдам пернесі болып келеді. Яғни болып келеді дегенде бар. Және ойындарға арналған пернелер, яғни әр ойынның өзінің арналған ойынны ыңғайландыру үшін өзінің жылдам пернелері бар.
және пернелерді өзіне ыңғайлап өзгерту. Кейбір бағдарламалар мен операциялық жүйелер пайдаланушыға пернелерді өз қажеттілігіне сәйкес өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе жиі қолданылатын әрекеттер үшін пайдалы болуы мүмкін. Мысалы, Windows жүйесінде перне тағайындау өзгерту үшін Sharpcase немесе AutoHot сияқты бағдарлама қолданады. Яғни өзіңізге ыңғайлы ретінде болғандай жылдам перне орната аласыз. Және жылдам пернелерді жаттығуға лайфхактар. Жылдам пернелерді жиі қолдану арқылы оларды еске сақтауға болады. Қолданылатын пернелер тізімін қағазға жазып, оны жиі көретін жерге іліп қою. Кез бұл оқулықтар немесе онлайн ресурс арқылы жаттығулар жасау. Пернелер жиі қолданатын топтар бойынша жаттау. Мысалы, мәтінмен жұмыс істеу, графикамен жұмыс істеу, веб-шолғышта жұмыс істеу. Бұл жерде видео сабақ, яғни жылдам пернелерді қалай ең оңай жолмен жаттауға көмектесетін. Бүгінгі видео сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бәріңіз сау болыңыз.